Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Қасиет және достар. Біз осы видеомызда құймақ жасайтын боламыз. Әрине мен бұл құймақты алғаш рет осы видеомда бірінші рет жасайын деп жатырмын. Бірақ мен бұл каналымда уже ондай видеоны салып қойған болатынмын, бірақ ол кезде мен өзім жасаған жоқпын, конечно. Ол кезде менің әпшем жасаған болатын. Мен сіздерге ол кезде рецебін көрсеттім. Вот мына видеомда сол құймақтың рецептері бар. И мен осы жолы тура сол рецеппен емес, басқа бір видео бар заттармен жасайтын боламын. Өзім емес, негізінде бір жерден көрдім, соны сіздерге көрсететін боламын. Осы жолы құймақ жасайын дедім. Негізі құймақ маған өте қиын, себебі олар дәу. Ал панкейк кішкентай болғаннан кейін чачақ деп аударып саласың да. Ой мә. Мен осы күнге шейін панкейк жасап келдім. Панкейк майда болғаннан соң оны аудару өте ыңғайлы болды. Ал құймақ өте үлкен, кәдімгі сковородканың деңгейімен бірдей болғаннан соң оны аудару өте қиын болады. Қазір мен жасап көремін, если жасай алсам, жасаймын, жасаймасам көресіздер онда. Ал кеттік достар, видеомыз бастаймыз. Кеттік. Мен достар, на свет адамды күйдіріп тұр. Бірдеңе ойлап табам. Короче, достар, мен күшті атмосфера беру үшін аяқа лампамны әкеп қойған болатынмын. Білем, чем мынаның шақшиып тұрғанына қарағанда осы әдемі сияқты. Бірақ менің түрім қараңғыда светит жақып тұрған адамдар сияқты. Давайте бастаймыз. Менде рецепт мына жерге іліп қойған болатынмын. Бірінші бізге 3 жұмыртқа керек екен. Біздің 3 жұмыртқамыз, сосын 4 ас қасық қант дейді. Мен вообще не дайындалған жоқпын. Ас қасық деген дәу қасық деп ойлаймын. Сондықтан да осы болатын шығар. Сосын араластырамыз. Тостақ керек. Мынау не? Нет, мынау екен ғой. Қазір тостақ керек. Қазір араластырамыз достар. И менде қант мынаның астында. Короче, міне достар, жөндеп қойып алайық камераны. Бірінші 3 жұмыртқаны салып аламыз. Потом 4 ас қасық қант. Шутю. Сүт керек. Сүтті негізі қанша литр, қанша бокал қосу керектігін айтқан жоқ. Сондықтан да көбісі бокалмен жасап атады. Сондықтан да қазір бір бокал толтырмаймыз, бірақ бокалмен салайық. Мен сүтін енді қосайық. Араластырамыз. Сосын ұн қосады екенбіз. Ұнды тоже айтқан жоқ. Не, короче, осындай ыстық су. Майды қосатын боламыз. Достар, наконец-то менің тестам дайын болды. Білмем, бұл атағанда тесто, лем құймақ. Пісірген жоқпын, бірақ қамыры дайын болды. Қазір енді пісіреміз. Осыға менің бақандай 40 минутым кетті. 40 минут. Мен 9:00-де бастағанмын. 9-дан 35 кетті. Давайте енді қуырамыз. Маған осындай керек.
Так, кейін не істейміз? Енді шөптер. Маған мынау керек деп ойлаймын. Оп, бәрекелді достар. Вау! Нормально, в принципе. Мінекей достар, қараңыздар, мен пісірдім. Бізде сағат дейтін бір 10-нан 40 кетті. 11 болайын деп жатыр. Мына жақта мен басында онша емес пісіргендерім. Майдалап жасап көрдім. Осылай да осындай да болып шыққандар бар. Оларды бөлек алып тастадым. Және осы үлкендерін де бөлек алып тастадым. Тамамайым, дәмдері өте күшті шыққан. Майды көп қоспағанмын, майдаппын ғой. Қантты көп қоспағанмын. Одан да күшті болып тұр. Бұл маған өте қатты ұнады. Абсолютно советую, жасап көріңіздер дәл осы видеодағыдай. Негізі ванилинді қоспай қойыңыздар, мен қоспадым. Осымен видеом аяқталды. Сіздерге ұнады деген үміттемін. Егерде ұнаған болса, лайк басып, өз ойларыңызды егерде комментария ашық болатын жағдайда жазып кетіңіздер. Ал ашық болмаса, оны лайк және подпискамен көрсетіп кетіңіздер. Давайте.